найзаға сүйеніп қалғыдың қазақ, атай қазақ үйсінім арғыным қазақ, жалғызым қазақ, жалғызым қазақ. Ассалаумалейкум қадірлі ағайын, Арен Пайдасы YouTube каналына қош келдіңіздер. Бүгінгі шығарылым өте қызықты болады. Сонымен лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар. Біз бүгін Қарағанды облысы Шет ауданы Өспен ауылындамыз. Арқа алтын 2026 бәйгеге кеп қалдық. Тоқар Айымбек бәйге алаңында бүгін дүбірлі бәйге болады. Яғни алтын құнан, бас жүлдеге автокөлік, алтын тай, бас жүлдеге автокөлік. Сонымен қатар арқа жүйрігі аламан бәйгесі, бас жүлдеге автокөлік. Барлық енді осы додаға түсейін деп жатқан тұлпарлар қаншама отбордан өткен, қаншама сынақ бәйгелерден өткен. Енді шын жүйрікті бүгін анықтайтын күн келді. Сондықтан бізбен бірге болыңыздар. Бастаймыз. Ассалаумалейкум. Иә, той құтты болсын. Абыройлы өтсін. Абыройлы өтсін. Кадр кімотыр, әдемі сөйлеп тұрмын ғой. Ал жүлделермен таныстырайық мұны. Лада Гранта арқа алтынтай 2026. Кеше ғана салоннан шықты, барлығы жаңа автокөліктер. Сонымен қатар арқа алтын құнан 2026 бас жүлде жак автокөлігі. Арқа тұлпары 2026 бас жүлдеге жак автокөлігі. Керемет бәйге, мына жақта құнаннан бірінші бастайық деп жатырмыз, қадірлі ағайын. Қазір қанша құнан екенін сіздерге айтатын боламыз. Бүгін енді барлық құнандар іріктеуден өткен, барлығы бас жүлде, барлығы енді іріктеуден өтіп, жүлделі болып жүрген құнандар бір шамамен 60-тай құнан бар. Алла қаласа. Міне бүгін қазір құнандарды таныстырып жатыр, жиналып жатыр. Енді Амирлан бүгінгі құнан бәйге әждегі тұлпарлардың барлығы отбордан өткен қаншама бәйгеге бар көрдіңіз ғой. Олимпиад тұтқан тұлпарлар бар әжде осы жылғы. Өзің бір-екі бүгінгі бәйге жайлы. Бәйге мощный болып жатыр енді. Қатты жақындап Енді анандай фаворит дейтіндей. Әжер барлығы фаворит секілді ғой. Иә. Шын жүйрікке бұйырсын енді. Қазір көреміз, кімге бұйыратын. Қазір бір 5 минут тала жаса бастап кетеді, сағат ровно 8-де деген. 8-ге 5 минут қалды. Күндіз таңертең өткелі жатыр, өйткенде күн ыстық. Негізі дұрыс болды, негізі осылай, иә? Таңертең бастаған дұрыс екен. Ақжолдың құнаны бірлетте. 30-шы номер ғой. Бірлетте бірінші келген құнан. Біздің құнанымыздың аяғы кетіп қалған, сол кезде осы құнанмен бірге келе жатқан, Иә. Осы құнан қазір енді Олимпиад тұтқан құнан бар, ешшешен әжде. Мирастан құнан. Қазір таныстыру болып жатыр мына жерде. Атын тісін қарап. Құнандардың тісін анықтап отыр, иә? 40-45. Ассалаумалейкум, Жәкемір. Қалай жағдайыңыз қалай? Негізі алтын құнанның авторы десек болады. Бұл біздің Ербол ағамыз. Қазір енді ол кісіден сұхбат аламыз бұйыртса. Елу үш өтті ба? 59 тобылғы торы. Біз енді үлкеннен бата сұрайық, мынау бүгінгі тойымызға, бүгінгі үлкен додамызға ауылымыздың ақсақалы Файзулла қажы атамыз батасын берсін. Бізге бүгіп ниет қылайық. Илляхи амин. Я Алла. Келе жатқан әлімсақтан қазақ халқын мәңгі сақта. Тоқатай еңбек аталаңы дүбірге толсын. Ат сүйер қауымның көңілі толсын. Алтын құнан, алтын тай, әліман болсын, ең әуелі ел аман болсын. Бала аман болсын, ат аман болсын, аттар бәйгілі болсын, аттегілер әйгілі болсын. Амин, Аллаху акбар. Амин. Ақсақал көп рахмет батаңызға. Аттар бәйгілі болса, атбегі әйгілі болса, ат қосатын жігіттерге одан асқан бақытта, шаттықта жоқ шығар. Алла разы болсын. Үлкеннің тілеуі, көптің тілеуі қабыл болсын, құрметті ағайын. Алтын құнанның авторы өзіңізсіз ғой, Ереке. Өзіңіздей азаматтар көп болсын. Бүгін енді бәйге жайлы өзіңіздің құнандар шабайын деп жатыр қазір таңда. Ассалаумалейкум, құрметті арқа матбегілері, алаш елі.
мынау болар елдің жігіттері бір-бірін батыр дейді. Мынау арқа алтын құнан деген мақсатта асқан шебіміз осы биыл алла жатса Құдай қалауымен 3-ші жыл өтіп отыр. Бұл енді біріншіден қаншама бапкерді шығару, қаншама шабандоз шығару, осы арқаның бірлігімізді көрсету, өз ортамызда нақты чемпионымызды көру. Ертең біз бұны халық түсіністікпен қарау керек. Мына құнанның құны кетіп қалды шыны керек кейінгі жылдар. Содан міне Аллаға шүкір арқаның бірлігімен, осы елдің бірлігімен міне арқа алтын құнанымыз басталып кетті. Аллаға шүкір міне 40 құнан жолға шықты. Алла балалар сүрінбей, ат сүрінбей, бала құламай, тойымыз абыройлы болсын. Мынау әрқашанда жылда жалғасын тауып, осының тойын жалғастырамыз деген сенімдеміз. Алла демімізге саулық берсін. Өздеріңізге Алла разы болсын. Міне осылай арқамыздың қаншама азаматтары осы демеушіліктерін жасап, міне биылғы осы арқа алтын құнанның бас демеушілігін Казлогистик жауапкершіліктегі серіктестік өзінің автокөлігін тігіп отыр міне ортамызда. Аллаға шүкір. Міне Құдай қаласа келешекте 5 жылдықта бұдан да үлкен деңгейде өткіземіз деген үміттеміз. Алла содан айыртпасын. Арқамыздың азаматтары биіктен көріне берсін. Шабандоздарымыз тақымдар талмасын, ат сүрінбесін, бірліктен айтпасын. Тойымыз құтты болсын енді. Құтты болсын Ереке. Рахмет осындай ел ағасы болып жүргеніңізге сізге Алла разы болсын. Енді көп осы бәйге төңірегінде көп мәселелерді көтеріп жүресіз, аға буын болып, сондықтан сізге әрқашанда сәттілік. Енді бүгінгі арқа алтын құнанға бір фавориттерді атап өтсеңіз Ереке. Бүгін енді шын айтсам мен ашығын айтайыншы, ешқайсысын бөлгім келіп тұрған жоқ. Мен үшін бәрі ыстық. Бәрі ыстық. Бәрі ыстық. Бүкіл отбордан өткен. Бәрі іріктеуден өткен. Ешкімді алалап бөлелемеймін. Бәрі Аллаға шүкір, Алланың қалауымен шын жүйрік. Шын жүйрік өтсін. Бәрі жүйрік. Бәрі іріктеуден өткен. Болды, міне Ерекеңнің сөзін алып алдық. Ал сәттілік. Бәйге басталды, кеттік тамашалаймыз. Құнандарымыз міне. Екі айналым аяқталды, екі айналым бар. Міне 5-ші номер топты бастап бара жатқан Мирас бауырымыздың құнаны, шатаспасам, алдында Павлодарда Алимбет тұтқан құнан. Енді әлі екі айналым бар, бірақ құнандар қатты бір-бірінен алыста емес. Айттық қой жаңа, барлығы үміткер бүгінгі бәйгеден. Сәттілік шабандоздарға сондықтан. 80-ші нөмірлі Ақжол қасқа иесі Гуреев төлеген Шет ауданы Ақжол. Өте бір тартысты бәйге болып жатыр ағайын. Құлағын түр қайшылап қазанаттарың, бақпен бабы сай келсе озат аттарың. Ал бұйыртып бәйгенің алдынан келсең, көкке лақтыр бөркіңді азаматтарың. Құла шаң шығып қара көрінді, арғымақтар алдына дара бөлінді. Топырақты төңкеріп тарлан жануар, қайыстырып келеді қара жеріңді. Ей айқайла пайпайла, думандатып той-тойла, шаңға бөкті айнала, алда кетті қайбала. Бас қамшыңды тоқтамай. Ей айқайла пайпайла, думандатып той-тойла, шаңға бөкті айнала, алда кетті қайбала. Бас қамшыңды тоқтамай. Шашасына шаң жұқпай шаршамай дара, дүбірінен дүрлікті ән сарайдала. Әмеге етіп барады жалға жабысқан, өй желмен бірге жарысып қаршадай бала. Ей айқайла пайпайла, думандатып той-тойла, шаңға бөкті айнала, алда кетті қайбала. Бас қамшыңды тоқтамай. Ей айқайла пайпайла, думандатып той-тойла, шаңға бөкті айнала, алда кетті қайбала. Бас қамшыңды тоқтамай. Мұндайда
келді, жүлдеңді ал бәйгіңнің алдынан келді, о жаратқан баланы сақтай көресің. Автокөлік құтты болсын. Қалайсыз Ереке? Жағдайыңыз қалай? Қайда Айханды қайда? Таба алмай жатырмыз біз. Мәке, ассалаумалейкум. Қалайсыздар? Естіміне келе жатыр. Ассалаумалейкум. Міне бүгінгі алтын Құнанның бас жүлдесін ұтқан бауырымыз. Бәйге құтты болсын. Рахмет. Қалай бүгінгі бәйге жайлы? Отам деп келдің бе бүгін? Енді әуелі алла, конечно, отылам деп ешкім келмейді. Бірақ енді өткенде Павлодарда қолымыздан машина суыз кетіп еді, оказывается, осы күнге беріп тұр екен ғой. Аллаға шүкір, сан шүкір. Өте қуаныштымыз. Рахмет, Айдеке. Бүгін біздің YouTube жобамызға түсіріп жатырмыз. Сендер достай бағана өзі Құнандар жиналып жатқанда өзім атап өткен болатыным Айханды Олимпиадтың чемпионы деп Павлодар қаласындағы. Міне шын жүйрікті бүгін анықтадық. Өзімен өзі ешкіммен таласпай жеке дара келді ғой, Бағыда қатысып, Аллаға шүкір, сан шүкір. Мирас бауырымыз молодец. Рахмет. Сіздерге көп рахмет, ұйымдастырған бәріне осындай бәйге жасап берген. Алла разы болсын. Жуамыз енді, машинаны жуамыз ғой. Арқамыздың ат жарысы, ат өнері, ат спорты көтеріле берсін. Енді осылай республикалық деңгейдегі жарыстарда ұтып, соны бір-бірімізді құттықтап, соны тойлауға жасын. Дұрыс, рахмет. Бұл бауырым алдында маған Инстаграмда, ТикТокта стрим жүргізіп жатқанда, Wi-Fi дұрыс болмай, сол кезде бір Starlink бет қалай еді? Starlink өз атынан сыйлаған болатын. Көпшіліктің көзінше айтайын, оның заказ берілді, алла жаса августтың 10-на дейін ба сол уақытта келіп қойды. Өзіңізге табыстайтын боламыз. Рахмет. Сізде арқаның ат спортына дамуына үлес қосыңыз. Бәріміз сол ғой. Сол, связьсіз қалмаңыз, 24/7 связьда болыңыз, ешқашан жоғалмаңыз, осындай қуаныштарды бірінші жеткізіңіз деген ниетпен сізге өзіміздің Елжас Мирас командасының атынан сізге сыйлық болады. Рахмет. Әдені табыстайтын боламыз. Жақсы, рахмет аға. Не қайда? Елжас Құнан қайда? Құнанды бір көрсетіп жүрек. Құнанды бүгінгі чемпионды бір көрсетіп жүрек енді Алла қаласа. Ерекеңді де көрмегелі көп бөгет бүгін. Аллаға шүкір. Ержан аға, сіз машина тұтатын бәйгеге ғана келесіз ау деймін да? Анша-мұнша бәйгеге келмейсіз. Тек қана машинаға келесіз. Мәулен, ассалаумағалейкум. Қайда барыңыз? Жақсы. Мәне Мәуленді ұстап алдық. Мәулен, сен бүкіліне не болдың өзі? Жұмбақ болдың. Не? Тарлан көкті тықып қойдың, қашан шығасың өзі? Үлкен бәйгелер басталып жатыр, дистанция беріліп жатыр. Мәулен мені тосып жатыр. Торатты қашан шығарасың деп. Мен Мәулен тосып жатыр. Ойлақ қойым, Ерекенің машина туға ғана келе ма, что-то бәйгелерді көрмеушен деп. Көріңіз ғой, бұрын енді осы команда болып бастағамыз. 2008 жылы, мен осы YouTube каналында айтайшы. Айдосты ауылда мен алып шыққам. Айдосты мәшіне қызғамыз Емелтауда ма? Ертең болайын отыр Емелтауда тағы жарыс. Мен там Айдосты кішкентай болғанда ертең Емелтауға да шауқын болады. Ала шаппайға Айдосты мінгіз жүргенбіз, өзі дайындаған тұғын. Мен осы жігіттермен 4 мәшіне тұтқамыз. Күрең басқалармен қорқыныш болатымыз бүкіл бәйгеге. 2008-дің командасы. Мұны тайлардың барлығын жинап жатыр. Бүгін интригаға толы бәйге, өйткенде бәрі бір-бірінен өтеді. Енді осы жерде атап айтып кететін Оқжетпес бар. Қазіргі таңда тайдан бас жүлдені бермей келе жатқан. Қазір Оқжетпестің қай номерде жүрген көрсетейік. Тағы да атап өтетін қандай тайлар бар, қазір осы жердегі адамдардан сұрайтын боламыз. Бұл міне біздің арқаның бапкері. Біз енді Чина дейміз. Алдында Баян ауылда, неде, қай жерде? Семей Абай ауылы. Семей Доғалаң бет, қай жерде? Доғалаңда 2 тайды қол ұстастырып келген Чина досымыз. Бүгін тайлар осы жерде ме? Бұйырса. Қалай, дайындық қалай? Бір ретте үйінде де болдық, дайындықтарында көрдік. Енді бүгін ниеттесіңдер. Бүгін алтын тай автокөлік қалай вообще? Көреміз енді. Бұл арқаның атбегілерінің үйін біршілігінің арқасы деп өзіміз көріп отырмыз. Тайды дамытып,
тай шапса шабандоз көбейеді, тай шаппаса шабандоз көбеймейді да, соны білу керек. Ескілер тай болмайды, кер жоқ дейді. Шабандоз жоқ болып қалады тай болмаса. Ал тайдың арқасында міне, қараңызшы мына жерде. Небір жас балалар жүр, аламанға шауа бермейді, бірақ тайға шауып үйреніп жатыр да. Дұрыс айтасың. Олар бір-екі бәйге дейін берсе уже аламанға отырады. Аха. Екі тайды әкелдің ғой ішінде бүгін? 3 тай әкелдім. 3 тай әкелдің ба? Біреуінің алдына, біреуінің ортасына, біреуінің арт жағына дейсің ғой. Ал бәйгеден көрейік, Алла қаласа. Сәттілік. Енді атбегі деген атың бар, ат жүгіртіп орындарда жүлделі болып жүрсің ғой Чина. Бүгін атап өтетін қандай тайлар бар енді? Оқ-75 бар, Милан бар, Автандил ағамыз, ке? сосын федерация Жандостың тайы бар. Деп ойлаймын, солар енді. Бәрі енді бұл жерде кем тай жоқ қой. Бәрі Бұл отбордан отбордан пятеркада жүрген тайлар, сондықтан бірде былай ол ешкім білмейді оны. Бүгін мен айтып тұрмын, енді бір интригаға толы бәйге болайын деп тұр деп ше. Бұйырса. Интрига, таза. Кімнің мықты екенін анықтаймыз. Алла қаласа. Бәйгелі болсын. Міне Амирлан досымыздікі мажор қазір алтын тайға түске жатыр. Ереке бапкері, міне жездесі. Сәттілік Ереке. Бүгін ютубқа түсіріп жатырмыз. Алла қаласа бәйгелі болыңдар. Тек сәттілік. Иә, өздеріңе де. Давайте бәйгелі болыңдар. Жақсы. Лагер жұлқынып, тай бұрыл бұлқынып, тыпыршып тұр әне бәйгеге ұмтылып Қамшысын соққылап, шаң бұрап, шапқылап, арғымақ келеді айғайла қаттырақ Рухымен жаңғырған доданы жандырған қазақтың тұлпары даланы шаңғылған Қоя тұр басқаңды шаруа бос қалды, ал халқым қайдасың аламан басталды Бәйгенің дәмін татқым келеді, жұлдыздай жанып аққым келеді, тұлпарға меніп шапқым келеді Арғымақтардың талдырып белін, атқа қоныңдар ал жігіттерім, шабыңдарға не сәйгүліктерім шап Жылқымен бір көскен намысы қазақтың бәйгемен үндескен Сөз қонған бабасы, топ жарған баласы, дүбірмен рухтанған қазақтың даласы Бәйгенің дәмін татқым келеді, жұлдыздай жанып аққым келеді, тұлпарға меніп шапқым келеді Арғымақтардың талдырып белін, атқа қоныңдар ал жігіттерім, шабыңдарға не сәйгүліктерім шапқан екей Бәйгенің дәмін татқым келеді, жұлдыздай жанып аққым келеді, тұлпарға меніп шапқым келеді Арғымақтардың талдырып белін, атқа қоныңдар ал жігіттерім, шабыңдарға не сәйгүліктерім Ал, бәйге құтты болсын. Рахмет. Міне, ағайын, алтын тайдың жеңімпазы Оқ-75 бүгін өзіндікін дәлелдеп, міне. Сенімді жеңіспен келді. Қалай, бауырым?
көңіл-күй қалай? Бәрі ойдағыдай болды ма? Ойдағыдай осыған дайындалғанбыз. Аха. Өзі биылға нешінші бәйгісі? 6-шы бәйгісі. 6 рет старт бірінші. 6 старт бірінші, иә? Міне оқ жетпес тұлпарларыңыз міне. Керемет тай. Міне, бүгінгі алтын тайдың жеңімпазы. Өзі соңғы рет қашан шапты? Соңғы рет Жезқазғанда шапты. 6-шы июнь күні. 6 июнь бүгін бізде июльдің 18-і. Бір айдан артық уақыт, бір айдан артық, ә? Қандай қорқыныш болған жоқ па? Мен бір айдан артық тұрып қалды, қалай болады екен деген сияқты? Жоқ, өзіміз тайымызды сендік, келтіріп қойдық. Сол тренировкамызды ұстап, әшейін тер алып отырып осыған дайындадық. Жоқ, молодец, бұлай қатты бір шаптым деп тұрған жоқ. Кәдімгідей жылқы жүр мына жерде міне. Ой, дал, молодец, құтты болсын. Кім қайда? Братың қайда? Ан жерде жүрген. Жүрман жақта. Екіншіге келген Милан қайда? Милан. Екінші Милан ба сонда? Иә, Милан келді екі. Екі Милан келді. Екі Милан келді. Ассалаумағалейкум жігіттер. Ал қазір біз оқ жетпестің иесін құттықтайық мына жерде. Барлығы арқа жұрты құттықтап отыр. Ал бәйге құтты болсын. Рахмет. Қалай болды? Көңіл-күй қалай? Бөлек көңіл-күй. 6 рет ұтсаң да, бірақ бүгін тыпыршып тұрдың ғой да. Дегенмен енді. Осы мәшіне қалай шықты, содан кейін ұйқы жоқ күні-түні. Уайым. Осы күнгі уайым болды. Аллаға шүкір, Алланың қалауымен әйтеуір оқ жетпесіміз бірі болып келді. 6 старт, 6 победа. Аллаға шүкір, Алланың қалауымен. Өте қуаныштымыз. Бүкіл арқа жұрты қуанып жатыр енді өздерімен бірге. Оқ жетпестей сәйгүліктер көп болсын. Сәттілік енді. Амин. Рахмет, Алла разы болсын. Амин. Міне барша арқа жұрты, атбегілері міне өздері ұтқандай оқ жетпес үшін қуанып жатыр. Абылайхан Шаратов бүгін арнайы дайындалып келді, жүгіріп жүр. Айттым ғой саған, чемпион болады. Иә, құтты болсын. Молодец. Міне оқ жетпестің шабандозы. Есімің кім сенің? Нұрасыл. Нұрасылдан білетті біз тиктоктан видео шығарғанбыз, Нұрасыл? Нұрасыл, қалай болды бүгінгі бәйге? Бүгінгі бәйге ма? Иә. Жақсы болды. Аттал бастап кетті, сіздің атынан мен де басып кеттім. Жетіп алдым да ұстап отырдым, алдыңғы топта ұстап отырдым. Сосын, ақылғы күлікқа кеткенде самал таласып кеттік та, концовкада қамжылмай басын сүйеп алып баспайдан кеттім, аттал жете алмай қалған. Алланың қалауымен біліп болдым. Уже оқ жетпес екеуің бір-біріңді жақсы түсініп алған сияқтысыңдар, иә, уже? Иә. Осы 6 бәйгеге шауып, 6 бәйгеде де өзің шаптың ба сен? Иә. Қатын кім дедің? Нұрасыл, молодец. Осындай Нұрасыл бауырымыз міне. Бүгін автокөлік өтіп жатсың. Қалай, көңіл-күй қалай? Жақсы. Жақсы ма? Бірінші автокөлігің ба? Бірінші автокөлігің ба сенің? Қалай, көңіл-күй қалай? Жақсы ма? Иә, жақсы. Молодец. Осылай. Енді бұл сенің бірінші тұлпарың ұтып жатқан Хамза Батыр сияқты көп автокөліктерді ұтып жүре бер. Жақсы ма, Нұрасыл? Чемпионсың сен бүгін. Молодец. Міне, чемпион. Алейкум ассалам. Рахмет. Ассалаумағалейкум. Қалайсыз, брат? Жағдайыңыз қалай? Амансыз? Жақсы, жақсы алады. Өздеріңізше. Жақсы. Иә, бізде солай ғой өзі. Оқ жетпестің көрермендер, болельщиктар деп бір түсірмейсіздер. Түсіріп жатырық қой. Ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум ағатай. Ассалаумағалейкум ағатай. Ал ағатай, бәйгелеріңіз құтты болсын. Бүгінгі бәйге жайлы бір-екі ауыз өзіңіздің. Бүгін енді бізге бірінші жеңіпсіз автокөлік. Көп рахмет, мына сәттілік бол. Бәріне сәттілік тілеймін. Жақсы ұйымдастырылған, бәрі тамаша, бәрі жақсы. Бәрі де. Әумин, бәрі жақсы. Құтты болсын ағатай. Шаңырақтарыңызды тек осындай қызық қуаныш бола берсін. Әумин, рахмет. Көп жасалды. Құрметті достар, каналға тіркеліп лайк басып отырыңыздар. Шығарылым қалай сіздерге ұнап жатыр ма? Әлі жалықпаймыз. Бізде әлі аламан бәйге автокөлік бар. Сондықтан тамашалаймыз.
Комментарий жазып отырыңыздар. Қай жерлері қызық болып жатыр. Тайды айтам да, тайдан енді машина бермеді, может Аламандан берер енді. Я, Алла қаласа. Аламанға да болсам ғой. Аламанға кімді әкелдің ғой? Алтынайды әкелдің ғой? Аламанға қазір Алтынайды әкеліпті. Бұйырса енді сәттілік. Жаке! Алшынбайдың елінің серілері. Бәйге құтты болсын. Рахмет. Міне. Алтын құнаннан 3 келдің Жаке. Алтынтайдан 3 келдің, е? Алтынтайдан міне. Жандос бауырымыз 3-ші кеп отыр. Қалай бәйге, жақсы болды ма? Четкий болды? Жақсы болсын. Молодец, красавчик. Дерский болды. Ризамыз, дерский. Мощный. Осындай жылдан жылға осы үлкен проекттер жұмыс істей берсін, спонсор болатын ағаларымыз аман болсын. Спонсорствоның саны көбейсін. Спонсорствоның да. Осындай деңгейде бәйге жасауға болады дейсің ғой, бұдан да жақсысын жасауға болады. Главный спонсор болса болды, ар жағын біз жасап береміз ғой. Иә. Жақсы, осындамыз. Жақсы қал. Ал мұны топ бәйгеге 30 ат тіркелген екен. Топ бәйгені қазір жібереді, Алла қаласа тамашалаймыз. Сәйгүліктерге сәттілік енді. Ұйымдастырушылардың бірі бұл біздің Жанұзақ ағамыз. Жанұзақ аға, ассалаумағалейкум тағы да. Уалейкум ассалам. Ассалаумағалейкум. Топ бәйге жіберейік деп жатырмыз, Алла қаласа. Қанша ат тіркелді? 30 ат тіркелді. 30 ат. Шақырым қанша бұл жерде? Шақырым 12 шақырым. 12 шақырым, иә? 12 шақырым. 4 айналады, иә? 4 айналады. Өте жақсы састап, өзіміздің Қарағанды Ұлытау облысының аттары. Енді фаворит деп бәрін айтуға болады, жақсы аттар енді. Бүгін өзі интерьерге толы бәйге болып отыр ғой. Айта алмаймыз қазір, біреудің көңіліне тиіп, біреуге ренжіп қалып. Жалпы енді бүгінгі бәйгенің орта жағына кеп қалдық па? Орта жағы екі, құнан бәйге өтті, өте жақсы алтын құнан. Өзі тойдағыдай сол құнан келді. Өзі Олимпиадте жүгірген анадағы. Одан кейін Алтынтайда да тай, ана Нұрсұлтан бауырымыздікі оқ жетпес. Алдында қаншама старт шапты, 6 старт қой деймін оңға дейін. Бәрінде бір болған, мен белгілі. Бәрі жақсы тайлар, құнандар өте іріктелген, сайдың тасындай мықты аттардың бәрі. Бұл жерде Аламан да, топ та өте жақсы. Өте жақсы болды. Құрам жақсы. Айдостың каналына тіркеліп қойыңыздар деп айтып қойшы. Айдостың каналына тіркеліп қойыңыздар. Қашанда осы Айдосы қолдап. Нағыз аттың жанашыры, бәйгінің жанашыры, ұлттық спорттың жанашыры Айдос бауырымызға сәттілік. Рахмет Жаке, брат. Өздеріңізді ұйымдастырушылар көп болсын. Өте жақсы, жоғары деңгейде өтіп жатыр. Молодец. Риза болып отырмыз. Ассалаумағалейкум. Әждет. Алла зар болсын, жолдарың болсын. 4 айналым бар. 4 айналым бар жігіттер, 4 айналым. 4 айналым бар, 4 айналым. Топырағы жаңарып дала жатыр, тұлпарлар дүбірлетіп бара жатыр. Ағайын қиқуға сал, қошемет соқ, бір жүйрік жеке дара, бір жүйрік жеке дара келе жатыр. Атыңды бапта, Аламан топқа, өр сайға жүргіз аққарды тапта. Тау тасқа шығыр, өкпесін ашты терін ал, жабуын жапта. Тағасын соқта, тұяғын сақта, таң асырып ал, шабатын шақта. Балаңдай қара, таза қанатқа, бақталасың жоқ, бұйырған баққа шақ. Бабадан қалған дәстүрді сақта, атадан қалған атыңды сақта. Ғұрып бар сондай құнменен сақта, шариға шартта, сауап бар атта. Жылғысын алар, салынса ноқта, жігіт шындалар бар менен жоқта. Құдайға тапсыр, дүбірден қорқпа, соңға айналымда тізгінді тартпа шап. Ей, мәреге дейін, мәреге дейін, мәреге дейін, мәреге дейін, мәреге дейін, мәреге дейін шап. Мәреге дейін, мәреге дейін, мәреге дейін, мәреге дейін, мәреге дейін, мәреге дейін шақ. Қыл жүйрік қалқып шауып барады, қыл құйрық тартып қалып барады. Бір жүйрік тарпы бозып барады, бөктердің желін жарып барады. Қамыс құлағын қағып барады, құйма тұяғын қарып барады. Адаммен атта намыстанады, ат емес астан намыс шабады шап. Ей, қамшысын Жакей салып барады, тізгіннен қолы талып барады. Жүйрігі судай ағып барады,
сауырдан тері тамып барады. Атбегі атты танып баланы, ақылын айтты анық маманы. Құдай қалады, халық қарады, шын жүйрігенді анықталады. Шоу! Мәреге дейін, мәреге дейін, мәреге дейін, мәреге дейін, мәреге дейін, мәреге дейін шап. Ей, мәреге дейін, мәреге дейін, мәреге дейін, мәреге дейін, мәреге дейін, мәреге дейін шап. Бағым менен, жануардың бабым менен, жанкүйердің бай-байы менен. Ұлы дала заңым менен, ұлаламан жолым менен, қалың елдің айқайы менен. Мәреге дейін, мәреге дейін, мәреге дейін, мәреге дейін, мәреге дейін, мәреге дейін шап. Ей, мәреге дейін, 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 мәреге дейін шап. Құрметті достар, жерлестеріміз осы жерде мына Алтынбек ағамыз, Асылназ ағамыз, Алтынбек брат Намат аренада әрқашанда көк құнан шулатып жүреді ғой. Міне осы Алтынбек ағамыздікі бүгінгі жүрдіге енді қосылмады енді. Қай жақ бұл сен деп отырсыздар? Алла жасақ бағасы Қырғызстанға бар, бір айқасып Қырғызстанға ма? Бұл кісі енді таза сырт жақта айқасып жүр. Алматы, Қырғызстан. Алла жасақ бағасы. Енді бір әлеуметтерде көріп қалай ма? Жақсы станция көрсе. Өсіп жатыр екен кішкене. Станция ма? Жақсы. Бір автокөлік өтіп бастады енді. Енді тағы бір енді. Жылдың аяғына шейін бір автокөлік, ja? Алла жасақ бағасы. Қарағандыдағы алғашқы автокөлік осы сезон. Алғашқы автокөлік. Әлде чисто Қаратаускилар жинап. Қаратаускилар ойнамаңдар. Астыңызда бүгінгі аламан бәйге жайлы. Енді Көкшоқай бар, иә. Сол ұтады деп тұрмыз. Көкшоқай деп тұрсыз, иә? Алла жазса. Енді автандил досымдікі бар. Екі ат, Алла жазса. Ол екеуі де енді слабый аттар емес. Енді басқа білмеймін жерде. Бөліп жармаймыз. Бөліп жармаймыз. Енді арқаның аттары ғой. Шын жүйрік келсін енді. Әйтеуір біреуін айтсам біреуін шығып қалады. Ренжімейді ғой енді. Просто білетіндеріміз айтып отырмыз. Білетін енді. Шауып жүрген осы уақытта жүрген деген сияқты ғой енді. Енді Көкшоқай талай намысты қорғап жүргенін хабар етті. Алла жазса. Мен өзім жакейіме тігемін, 8-ші нөмір. Ернар Әмір. Алла жазса. Өзіңіздікі ғой, е? Сол өзіміздің енді автомобиль досымның аты ғой. Мен шабандозым шабып отыр. 8-ші нөмір Алла қаласа. Тартысыз бәйгені көреміз қазір, Алла қаласа. Сіздер жалықпаңыздар, арнаға тіркеліп отырыңыздар, Айдосты қолдап отырыңыздар. Ютубты қолдаңыздар. Жақсылап. Қаратау сила. Давайте, Қаратау сила. Маған да бір қарашы, танимысың сен мені, мен қазақтың баласы. Жауға дайын бабасы, дауға дайын данасы, тарихыма куәгер күллі қазақ баласы. Міне аламан бәйге басталып кетті. Әлі алда 6 шақырым бар. Міне топты бастап келе жатқан қазір Хаят екен көреміз. Оның қасында шабандозы құлаған тұлпар кругтан шықпай шауып келе жатыр. Жаңа бір шабандоздың атына жаңа тағы да бір шабандозды мінгізіп атқа солай жіберді міне. Қазір міне ана атты ұстағылары кеп тұр. Міне шабандозсыз шауып бара жатқан
Тұлпар негізі осындай кезде кругтан шықпай шапса негізі бір ережеге кіргізетін бәйгеге жүлделі болуға. Енді основной міне топ аламанның барлығы осы жерде отыр. Елу бес ат қой бүгін. Мына жерде міне атақты бақторының бапкері Ерболат, ассалаумағалейкум. Қалайсыңдар? Бәйгелі болыңдар. Әмин, рахмет. Ат қосып жатсың ғой бүгін, аламанға, иә? Аха, қосып жатыр. Құнанға неге тайға қоспадың ба? Жанда тайға қостық. Тайға қостың ба? Қалай көңілге қалай? Ат қалай отыр? Ат жақсы, алдыңғы топта отыр. Бүгінгі аламан бәйге жайлы Ерболат енді Бүркітағаға қайда айтпақшы бүгін? Бүркітаға Петропавлға ат қосуға кетті. Ат қосуға кетті ма? Иә. Бүгін тоже машина етіп отыр ғой бәйге болып Петропавл. Бәсе Бүркітағамды байқамадым. Енді аламан жайлы Ерболат өзің қандай аттарды көріп тұрсың? Мына жерде Көкшақай ғой. Енді бірінші фаворит Көкшақай ғой. Енді мықты аттар жетеді енді. Көп аттар. Қарағандыда ой мықты. Өзің қосып отқан ат биыл қосылған ат па? Негізі бәйгеге қосып па? Олимпетке бір қосып алдым. Олимпетке қосып алдың ба? Иә. Сонан енді. Күрең қасқа ма? Жоқ, торы. Торы ма? Торы қасқа, тасқын деген. Ал сәттілік енді ереке. Рахмет. Жалпы Құнан мен Тайдың жарысын тамашаладық қой. Иә. Өз ойың қалай болды жалпы? Керемет болды. Скорость деген масқара. Қарағанды деңгейі өте жоғары. Керемет болды. Осындай қызықты сұхбаттар болып жатыр YouTube арнамызда. Осылай бәйгені тамашалап тұрмыз сонымен қатар. Жақсы ереке, шаттылық. Бүркітағаға да енді сәлем айтып қойсын. Бәйгелі осы звондайсың қайтасың. Осындай бір күшті бір шығарылым болып тұр. Мына халықты да бір айтып көрсетіп қойықшы. Жалпы негізі осы жерде бір айта кететін дүние менің бүгінгі мынау ұйымдастыру жағы өте жоғары деңгейде. Міне кругтың міне техникалар суды шашып, күн ыстық қазір. Халықтың да мазасы кетіп атқан жоқ, шаң барып атқан жоқ халыққа. Вообще ұйымдастыру жағы өте керемет, сондықтан ұйымдастыруға арнайы бір респект, Алла разы болсын. Отыра алмай. Бір орында тұра алмай тұрық қой. Амирлан мен Аламанға ат қосып отыр. Бір рет сынақ бәйгеде екінші келген Алтынай тұлпарымыз. Нешінші номер Амирлан? 14. Каскасы лақ болып жаңа. Каскасы жүр ма ол? Қайсы мынау ғой, міне? Молодец, міне кетіп бара жатыр 14-ші номер. 4 айналым бар әлі, 4 айналым бар. Маған да бір қарашы, танимысың сен мені, мен қазақтың баласы. Жауға дайын бабасы, дауға дайын данасы, тарихыма куәгер күллі қазақ даласы. Шығысқа барсаң ақын көп, тілімен тіліп тірескен. Батысқа барсаң батыр көп, балуан болып күрескен. Қорғанда болған солтүстік, ордан болған оңтүстік, орман болған орталық, бірлігі бекен тілескен. Абылай болған киесі, жүзден құралған жүйесі, мен қазақ деген қасқырмын, ұлы даланың иесі. Ей тәкаппар дүние, маған да бір қарашы, танимысың сен мені, мен қазақтың баласы. Жауға дайын бабасы, дауға дайын данасы, тарихыма куәгер күллі қазақ даласы. Ей тәкаппар дүние, маған да бір қарашы, танимысың сен мені, мен қазақтың баласы. Жауға дайын бабасы, дауға дайын данасы, тарихыма куәгер күллі қазақ даласы. Аумалы төкпе заманда, туған жерінен баз кешкен тауасып талай бабамда. Мен едім, еңірген ередім, құмды көріп тас жайнап шоқты басқан табанға. Терімге терге шіремей, терлігім айда ерімей, ерлерім өткен кешегі даланы кезген бөрідей. Ей тәкаппар дүние, маған да бір қарашы, танимысың сен мені, мен қазақтың баласы. Жауға дайын бабасы, дауға дайын данасы, тарихыма куәгер күллі қазақ даласы. Ей тәкаппар дүние, маған да бір қарашы, танимысың сен мені, мен қазақтың баласы. Жауға дайын бабасы, дауға дайын данасы, тарихыма куәгер күллі қазақ даласы.
Ал мына соңғы кругқа тұлпарларымыз кетті. Көкшоқай топты бастап, топтың басында бір шамамен 15 ат топтың басында 15 ат бірге кетті міне соңғы айналымға. Енді тамашалаймыз қазір. Көкшоқай бүгінгі аламан бәйгінің автокөлігін ұта ала ма деген көптің сұрағы, көптің ойында тұр. Автандил ағамызды міне ат қосып жатыр. Мына жақта. Руслан, енді бағандан бері сенен бір интервью алмадық. Міне аламанның Руслан Қарағанды ат спорты федерациясының басшысы. Жүрсеке, бүгінгі бәйге енді керемет деңгейде өтіп жатыр, иә? Аллаға шүкір, бүгін міне бір емес 3 автокөлік тігіліп жатыр. Тайқұнан Аламан, Алланың қалауымен міне Аламанның соңғы несіне кетіп баратыр, соңғы кругына. Бұйырса ішінде Қарағанды облысының, Ұлытау облысының фавориттері кетті. Оның ішінде өзіміздің атақты Көкшоқай, Боран ағамыздың, сосын мынау Бүркіт ағамыздың Тасқын атты жануары екеуі жабыс кетті. Екеуі жабыс кетіп баратын сол екеуі ма? Екеуін Алла қаласа екеуі де фаворит. Ал міне құрметті ағайын, Тасқын ба? Тасқын мен Көкшоқай екеуі бірге қарай 500-лікке алып келу керек қой ана. түсіре бер. Алдынан түс, Ердос алдынан түс. Doğan сразу неткізбе, ол қазір Көкшоқай бар ғой, келіп беретші. Алла қаласа екеуі де Арқан Қарағанды облысының тұлпарлар беткістар. Бұйырса енді кім ұтса да өзімізде Қарағанды облысында қалатыны Алла қаласа анық болып тұр. Сондықтан енді бала аман болсын, ат аман болсын. Ерболат бауырымыз бапкер Тасқынның бапкерімін Ерболат мына жерде жүр өзі. Бақторын оны жаңа түсіріп бір түсіріп кеттік. Бірақ енді қазір соңғы айналымдағы шайқас Тасқын мен Көкшоқай екеуі енді таласып келе жатыр енді. Қайсының жеңімпаз екенін анықтаймыз. Екеуі кірді. Енді осы жерде белгілі болады. Осы жер белгілі болады. Енді Русланның айтуы бойынша енді Тасқынның концовкасы қаттырақ деді. Сондықтан қазір көреміз енді. Міне Ерболат бапкері міне уайымдап жүр. Ереке, уайымдама. Көкшоқай шықты алдыға қарай. Давай, на жақ түсірші. На жақ түсірші, Ердос. Камера, асықпа. Былай қарай тұрындашы, былай қарай. Ердос жақсылап түсірші. Көкшоқайымыз міне бас жүлде автокөліктің иесі бүгін Көкшоқай. Тасқын міне екінші келді. Кім? Көкшоқай бас жүлдені алды. Тасқын 2-ні алды. Кәмі 3-ші орын мен 4-ші орын келе жатыр, Алла қаласа. Бүгінгі чемпион Көкшоқай. Құтты болсын. Рахмет ағасы. Құтты болсын. Молодец, Көкшоқай. Эмоция ашкалы. Жақсы айқас болды. Керемет айқас болды. Қарағандылықтар мықты, мойындау керек. Бәріміз мықты. Даласында қазақтың барлығы бар ғажаптың, атымды алты құрлыққа айбынымен тараттым. Ашып көрдім жарастың, алыптар мен аластың, алғыр едің ұрпаға қолым білер намыстың. Намысты қайра жіберіп байға, соғамыз қолды ауыл мен аймақ. Әр жеңіс мәнді, шырқайық әнді, қазақ спорты жасасын мәңгі, қазақ спорты. Мерекелеріңіз құтты болсын!
бауырына қызыл спорт жасасын. Чемпиондар көп бізде, жарыстарды жайнатар, қазақ елін көтеріп, әнұранды ойнатар. Қазақтың қыздары жеңіп бәрі шығады, батырына қазақтың кімдер қарсы шығады. Намысты қайрат, жібере байлар, соғамыз қолды, ауыл мен аймақ. Әр жеңіс мәңгі, шырқайық әнді, қазақ спорты жасасын мәңгі, қазақ спорты. Шырқайық әнді, қазақ спорты жасасын мәңгі, қазақ спорты. Ал аламан бәйгені ұтқан Көкшоқайдың иесі өзіміздің атақты Боран ағамызды міне жаңа ғана көріп отырмыз. Енді арқа жұрты енді Борекеңді арқа атбегілерінің ақсақалы ғой қазір. Ел ағасы. Енді бүкілі құттықтап жатыр. Ассалаумағалейкум Бореке. Бәйгеңіз құтты болсын. Рахмет. Құрметті атбегілер, нөмір тапсырайық, нөмір тапсырайық. Құрметті атбегілер, нөмір тапсырайық, нөмірді әкеңіздер. Боран аға, бүгінгі бәйге жайлы бір екі ауыз. Қой, не? Бұл микрофон. Қойшы. Жоқ енді, қаншама көрермен, қаншама Көкшоқайдың жанкүйері бар. Енді мен айтатыным, мына Өспеннің дорожкасы, мен негізі бір 10 жыл бұрын айтқам, кемеймін мін деді, Айнел деген жүйрік байталым аяғымды сындырып алдым да кемеймін деген. Сосын Өспенмен құда болғаннан кейін деваться некуда. Иә, Өспенмен құдамын. Кеше бабушканың батасын алып шықтық. Мына дорожкамен жалаң аяқ жүгіруге болады. Айналайын, мына дорожкамен жалаң аяқ жүгіруге болады. Осы тойды организаторларына бәріне рахмет. Рахмет, аттарың бәйгілі болсын. Иә, әрқашанда осы елде той болсын. Жігіттерге рахмет. Мына дорожкада жалаң аяқ жүгіруге болады. Рахмет жігіттер. Бәрі осы арқаның бірлігінің арқасында өтіп жатыр. Сол міне осы биылғы арқа алтын құнанға демеуші аға бауырларды ортаға шақырып отырмын. Өзіміздің рахметіміз бар өшеді айтатын. Сол ортаға шығыңыздаршы атталады алған аға бауырлар. Данияр қайда ағадырдан? Елжас бауырым. Бәйгі құтты болсын. Боран ағамызға, ақсақалымыз, алтын құнан демеуші, алғысымыз біздің шапан арқасына. Бүгінгі аламан бас жүлдесін ұтып атқан ағамызға бір қошемет жасап қойыңыздаршы. Ербол ағамызға Қызылтауда осы жылда алтын құнан демеуші ортамызда. Әр бәйгінің ортасынан қалмайды. Қайыржан нағашым, еліктер.
Боран ағама, Шет ауданы. Алла разы болсын, жылда төбесін көрсетіп осы демешіктен жасады. Хасен аға бар ма? Босағадан Хасен аға бар ма? Абылай Чина. Киіп тұр соң. Айназ бауырма. Тұр. Елбек. Размерларын білеміз ғой бәрін. Айназик, жылда алтын құнан басталғалы, жылда төбесін көрсетіп, бір жүлден алып отыратын бауырым, құтты болсын. Серік, Секең. Так. Секең. 54 шетті. Секе, Алла разы болсын, Бұхар жауының азаматы міне. Биыл ортаға қосылып, демеушілігіне ат салысып, төбесін көрсетіп, Алла разы болсын. Жанзақ бауырма, жылда осы әр бәйгінің осы бауырымызға бір қошемет жасаңыздаршы. Алтын құнан, алтын тайдың комиссиясын бәрін жүргізіп, қаншама еңбек жасап отқан азамат. Марқұм Бақтияр болса кеш сахна жаққа. Тілеш аға қайда? Тілеш аға Мойынтыдан. Ақсақалымыз қайда? Кеше жүреді ғой шеде. Так. Елжас бауырма. Алтын жалатылған желеткесіне ал. Құтты болсын. Келесі жолы енді, келесі жылы крупный демеушім ғой мен, Алла қаласа. Молодец. Келесі жылы дайындала беремін. Так. Шахтиістен Рүстем. Елі болды, желет, елі болды. Параз беріп шыққары, говорит бар ғой. Kaldı mı? Басқа демеушілерге алтыннан демеушілер қалып қоймаңыздар, шығыңыздар сахнаға. Отыз 8 жігіт шыққаны толық емес мына жерге. Так, Рашид жарық. Желет. Рашид 52 қойдың размері. 52 аға. Жарық атбегілерінің ішіндегі үлкен азаматы сол. Алғысым жарық атбегілеріне. Рашид бауырымызға. Бол желет. Бәйгеден. Басқа алтыннан демеушілер қалып қойған жоқ па, шығыңыздар сахнаға. Бәріңіздің аттарыңыз аталып, тізімді білесіздер. Кім не жастық қане? Алтын құнанға демеуші болған азаматтар келіңіздер, ұялмаңыздар. Сахнаға келіңіздер. Неше нау? Жаңа телефон жоғалтқан жігіт келсін сахнаға, телефон табылды. Так, мына жерде ортамызда мынау аты кім қалды? Маған ешкім жүрген жоқ. Мына жерде ортамызда енді жас буын мына қол өнері, Алла қол өнерін дерт бермесін. Ғарифолла баламыз осы атбегілерге арнап жүген,
қамшы өріп өз қолына істеп жүрген бала. Осы алтын құнаның бас бірінші орнына өзі жүген арнайлап бренд өзінің Жаңарқа Ғарифолла. Еще қамшысын бас жүлдеге әкелген баламыз Ғарифолла бара бір құрметті жасап қойыңыздаршы. Қайсарұлы Амангелді немересі. Алла тіл көзден сақтасын. Өзіміздің балаларды көтерейік. Алматы мирас демей өзіміздің Ғарифолланы көтерейік Арқан азаматын. Ал енді жерде Арқаның басқа азаматтары. Кішкене давай ортаға кел. Хасен ағамыз келе бар. Хасен ағамызға Алла разы болсын. Босаған азаматтарына бір құрмет жасаңыздаршы. Жылда бүкіл осы атбегілердің бәрі осы демеуші жасайды алтын құнаға. Шыны керек. Жақсылын айтты, нұртасын дейді. Бір азамат қалмайды. Жабылып болса да 2 орын, 3 орын өздері мойындарына алады. Алла разы болсын сіздерге. Ал енді мына жерде айта кетейін дегенім. Бәрі келді ғой да? Қалғаны шыққан жоқ қой. Ал енді мына жерде аға бауырлар, Мақсат, Мәке. Мына осы алтын құнанды арқадағы алтын құнаны Өспенге бұрып әкелген бас жүлдені осы ауылдан адам кеткенмен адамнан ауыл кетпейді деп Өспенім деп ауылым деп осы ер жігіттеріңіз Мақсат бауырға бір құрмет жасап қойыңыздаршы. Осы алтын құнанның осы ауылға себепкер болып бұрып әкелген бас жүлдені Казлагези фирмасына да тігіп отқан Мақсат бауырым үстіне арнайы тігілген шапан, астына ат. Арнайы өзіңізге именной. Астына бір тұлпар. Қошемет! Алла разы болсын Мәке. Міне енді анымен дегенше Алла баршаңызға разы болсын. Алтын құнамызда өте шықты. Фото атсамызға бір жиналып. Мәке кейсеш? Тоғызға шықпады ма? Кейсер. Ал аға бауырлар, Өспен азаматтар баршаңызға мың алғыс. Мына жерде енді бір айтайын деген тұратыныз біткен жоқ мәлі. WhatsApp жауап қапты. Осы бәйгіні жүгіріп ұйымдастырушының басы Өспен округінің әкімі Арман бауырымыз ортаға келсеші. Арман бауырымыз қайда? Ареке. Арман қайда Арман? Саян бауырымыз ортаға келсеші. Орка бауырым келсеші жасын ортаға. Осы алтын құнанның басынан осы күнде қасында жүгіріп, осы бүкіл ат салысқан бауырларым осы. Саян, Орка. Орка үйленбей тұрғанда Орка болған, қазір үйленгеннен кейін Орынбек болып кетті ол. Орынбек. Жоқ, 56. Арекен қайда, Арман қайда? Өспен округінің әкімі қайда, Арман? Саян бауырым келеді. Арман Хайруллаұлы. Өспен ауылдық округінің әкімі қайда екен Арман ағамыз? Ареке. 26-лар, 2 48 батын шапасы, 48. Алай. 48-56-лар талдыр. Неше? Саян бауырым, Саян бауырым, Алла разы болсын, ортаға кеш. Кешегі марқым Ғалым ағамыздың бауыры, құрмет жаза қойыңыздар, Өспен ауылының азаматы. Осы Ғалым ағамыздың жолын басып, осы Өспеннің бәйгісі де шырылдап жүретін Саян бауырымыз, Алла разы болсын. Келе шыққан қайда? Арман бауырымыз қайда, Арман бауырымыз? 48 қайда, 48 қалды. Арекен күйгізі жақты өзі реттеуге кетті ғой дейміз, Арекен көрінбейді. Оңыздар мына кісілерін қамау терін алатын болды бұл. Елу алтын тамыз. Сосын кім? 48 қайда? 48. Орқан. 48 бар ма? 48. Арман бауырымыз қайда? Ерболат бауырым, Ерболат, орда шықш кел, сен іздеп отырмын бұланы бір күтті. Кел. Ерболатқа бер, кірш.
кеше Қалила нағашым балалары бүгін биылғы үлкен демеушілеріміздің біреуі. Алла разы болсын, жанысы. Ортаға шық. Я, Шапан. Өзіне келетін беріңіздер. 54 беріңдер, 56, сосын 48. Неше? Ана, Ерболат бауырым. Осы арқауыңде атақты Атбегі болған Қалила марқұм балалары, Алла разы болсын. Алтын құнанның бір ірі демеушілері. Келі. 48 қайда, 48 бар. Әке, бере келді. Оркаға жош, орка қайда, шықты бе. Арман бауырымыз қайда, Успенов қырын ақымы. Қазір жақсы онда, өзім арнап, қазір кегіз үйде арнамыз. Ал енді досымен аға бауырлар, бір суретке түсіп баршаңызға рахмет. Успен ауылының азаматтары, Арқа, Ұлытау мен Қарағанды облысының азаматтары сіздерге үлкен алғысын білдіремін. Келесі жыл аман есен Нұрада ғой, Құдай қаласа. Келесі жылы алтын мұнанымызды Құдай қаласа аман есен соғын кештейік. Енді осы демеушілерге Алла өзім атына алғысым шексіз. Орамал толмамай жол болады дейді. Алла сіздерге разы болсын. Ал қалған азаматтарды қазір өзіміз беріп жатармыз жоқтан. Шабан досымыз қайда жаңа? Нешінші нөмір айтшы? 38-ші нөмірлі. Жүген ұстап жүгіріп өткен бала қайда? Сол жағыңызда тұр аха. Міне Сарыобалдан келген Гүлғас Арқа алтын құнанның демеушілерінің атынан көрермен көз айына 50 мың теңге. Қошеметтеп қойыңыздар. Көрермен көз айына 50 мың теңге. Сағалма кет қалмаса суретке түсті. 9-ші нөмірлі құнанның аты Жұмыртияқ. 58-ші нөмірлі Естөгенов Марғұлан Айса. 8-ші келген құнан Ханым иесі Жаныспай Кәріғыл жарық станциясы. 7-ші келген құнан 83-ші нөмірлі Бақтөбел иесі Төкен Абылай Қарқаралы Жаңа жол. Келген құнан 55-ші нөмірлі Шағала иесі Әлімханов Бауыржан жарық станциясы. Рашидтің онлайн жаратқан тұлпары. Қошеметтеп қойыңыздар мені. 55 Шағала. Алтын айтсайшы. 6-шы келген Шағала ғой. 6 Шағала дұрыс кешірім сұраймыз. 6 Шағала жарық. Қой саян енді. 5-ші келген 13-ші нөмірлі Найзағай иесі Такишев Фархат Қарқаралы Ақпай Қызылбай. 5-ші келген 13-ші нөмірлі Найзағай Ақпай Қызылбай бар ма? Бар ма? Найзағай құнанның иесі бар ма Ақпай Қызылбайдан? Ақбас бұқа және 100 мың теңге. Нұртілеу айтып тастайшы жүлделер. Кас, білмейді. Арқа алтын құнанның 4-ші орын жүлдесі. Жаңа 5-ші орынға Ақбас 1,5 жасар бұқа және 100 мың теңге. 4-ші орынға Тай және 250 мың теңге. 4-ші орын 77-ші нөмірлі Айсамғау иесі Рысмағамбет Медет 56-ші разрез. 56-ші разрез 4-ші орынға Тай және 250 мың теңге ақша. Кенже қаралар, кенже. Үшінші келген Тай 17-ші нөмірлі Орда Күрең иесі Ипкеев Сапар Бұқар жыраудан Ақтөбе ауылы. 3-ші орын жүлдесі мотоцикл 200 куб. Сұр мотоцикл. Және 500 мың теңге. 200 кубтық мотоцикл және 500 мың теңге ақшалай жүлде. Қошемет тақпайыңыздар, 3-ші орын жүлдесі.
нөмірлі Нұртөбел иесі Қалыбеков Әсет, Новостройка, Қарағанды, Нұртөбел жүлдесі мотоцикл 200 куб және 1 миллион теңге ақшалай жүлде. Ал енді бас жүлдені марапаттауға ортаға Мақсат бауырымыз қайда? Сөз федерация басшысы Руслан бауырым. Руслан және Мақсат ағамыз шақырамыз. Алтын құнанның бірінші орын жүлдесін табыстау үшін. Мақсат бауырымызға кіріп қайда машинаның? Ортамызға бүгінгі 3-ші жыл өтіп отқан алтын құнанымыздың чемпионы, бапкері Мирас балам, ат иесі Елжас Әсет ағалар. Ортаға шығыңыздаршы давай. Елжас бауырым, Әсет ағалар. 5-ші нөмірлі Айханым. Биылғы Олимпиадтың чемпионы бұл құнан. Құрметті Павлодар облысында бәйгенің чемпионы. Автокөлік. Дүркін чемпион құнан биылғы. Қошеметтік қойыңыздар. Автокөлік Жак S3 Pro жүген қамшысымен қатырақ қошеметтеріңіз соғып қойыңыздар. Міне алға қарай жүргіз. Ауылымызды өтіп жатқаннан кейін бағана ауылымыздың ақсақалы қажымыз Файзулла ақсақал өзіміздің мұғаліміміз болған сол кісі ашып берді. Одан кейін ауылымыздың әкімі сөйледі. Енді мен өзім бір ауыз айтқым келіп тұр. Мына ауылымызда өтіп жатқан енді осы ауылдастарымыз бағана Ерекең айтып жатыр. Мына жерде Арекең бар. Одан кейін жаңа Саян бауырымыз бар. Құрманғазы бүгін болған жоқ. Құрманғазы бар. Орта бауырымыз, Олжас. Осы мынау атқа жақын барлық азаматтар осы бір ауыздан бәріміз келісіп, осылайынан жұмыла көтерген жүк жеңілдеп осыны бір ай бойы осы кругты дайындадық. Бұл круг жарамайды деп, осыны жарататындай қылып келтіріп, жаңа Боран ағамыз өзі айтып жатыр келіп. Мына кругтарын енді өспенде любой бәйгелеріңізге кеп шабамыз деп міне. Енді ауылыма рахмет. Бұның барлығы шын біреудің асып қасығаннан емес. Ауылдың барлық азаматтары білет, менің жүрегім бірінші ата анам деп соғат, бала шағам үшінші осы ауылым деп соғатын орнын барлығы білет. Не болса да ауылыма жасағанын қалап тұрам. Бірінші жанияң өзіңді сыйласаң, біреуді жарылқағың келсе, өзіңді жанияңды жарылқа, одан кейін ауылыңды жарылқа, одан кейін барып елің жарылқа дейді ғой. Мен міне шыны керек, шамам ауылыма келіп тұр. Міне ауылымды үшін барлығын жасап жатырмын. Мына кезде мына Ербол ағам, досым, екеуміз ағам досым деп сөйлесеміз, бір-бірімізді сыйласып, түн болсын, күн болсын, постоянно хабарда жүреміз. Ауырып қалсаң да звондап тұратын осы кісі. Міне осы Ербол ағамның құрметі үшін міне. Әр азамат ойлаймын осы елім деп, жерім деп өмір сүру үшін ол мәселе бәйге беруде емес, қай жеріне болса да көмектесіп, шамасы келсе әрине бәйгені де берген дұрыс деп ойлаймын. Сондықтан бәйгелеріңіз құтты болсын. Бәйгені кілті, міне Алла қаласа, міне. Ал, құрметті ағайын, міне алтын құнанның бірінші жүлдесі. Тек паспорттың кілті. Елжас ағамызға табысталды. Қошемет қаттырақ, қошеметтеріңіз болсын. Құнанды апар кішкене алғай, құнанды апар. Фотоға түсті, видеоға түсті. Балалар атқа шегіңдер. Құрметті атшылар қауым, тойға жиналған қауым, 1 минут көңілдеріңізді бөлсеңіздер. Аллаға шүкір осы ұзақ дайындалып күткен бәйгеміз, ұлы додамыз, дүбірлі бәйгеміз аман-есен өтті. Осы біз Елжас Мирас командасы биыл құрылып, осы январ айында Айханымда сатып алып, үміттеніп дайындап бастағанбыз. Сол Аллаға шүкір, міне 4 старт, бірінші орын 2, екінші орын 1 рет алды. Аллаға шүкір, осы ұйымдастырып жатқан Ербол ағамызға көп рахмет аға сізге. Осындай бәйге ұйымдастырып беріп жатқаныңызға. Және де федерацияның басқасында жүрген ағаларымызға көп рахмет. Енді осы құнанды күні түні дайындап 24-7 мәпелеп отырған команданың еңбегі, оның ішінде Мирас бауырымның еңбегі, бірінші бауырым, екінші тренерім. Сондықтан осы машинаны қазір көздеріңізше Мирасқа мінгізгім келіп тұр. Ей шіркін, осы Мирас. Бәрекелді. Міне, ағам болсаң, осындай бол.
жомарт болсаң, азамат болсаң осындай Мирас, бол. бірінші бауырым, екінші тренерім. Бауырым, өзім үшін емес, бүгін сен үшін қуаныштымын. Алла разы болсын. Биіктерің көп болсын. Әрқашанда жүре берейік. Бәрекелді. Міне, алтын құранның алтын жабуы да, алтын түстес жабуы да Айханымға жабылды. Биылғы Олимпия тұтқан құнан Аллаға шүкір, міне алтын құранды да тұтып отыр. Қошеметтеп қойыңыздар, міне жақсыны көрмекке дейіп тұлпарды көріңіздер. Мінекей қолы кең, жүрегі жомарт азаматты көрдік, тұлпарды көрдік. Алдына қара салмайтын. Алла разы болсын. Ал бір суретке түсіп алыңыздар. Одан кейін алтын тайдың марапаттау рәсімін бастаймыз. Я, 5-ші, 4-ші, 3-ші, 2-ші, 1-ші келген азаматтар. Жақындырап тұрыңыздар. Топ бәйгені марапатын бастаймыз. Топ бәйгеден 5-ші келген тұлпар Еркеназ 13-ші нөмірдегі. Иесі Батырбеков Алтай, Қарағанды қаласы, Күнгей. 5-ші орын жүлдесі 200.000 теңге, ақшалай жүлде. Топ бәйгенің жүлдесі. Батырбеков Алтай ағамыз бар екен, Күнгейден. Алтайке. Он үшінші нөмірдегі Еркеназ, иесі Батырбек Алтай, Қарағанды қаласы, Күнгей. Төртінші келген 32-ші нөмірді Бойсбар, иесі Намысов Нұрлан, Нұр ауданы, жүлдесі 300.000 теңге. Ақылай жүлде 32-ші нөмірді Бойсбар, Нұр ауданы, Намысов Нұрлан ағамыздың тұлпары. Қошеметті қойыңыздар. Ақшалай жүлде қошеметтеп отырыңыздар. Құттықтап қойыңыздар ағайын. Сеньор, 1 миллион дамыз. Бәке, алды келгені. Алды келсін, сақтан ашық кетің. Жүлдеңіз бар. Міне алтындайында жүлдесі кетіп барады. Бір қол соғып қойыңыздар, Нұрсұлтанның грантасы. Ай, жарайсыңдар жігіттер. Үшінші орын топ бәйгенің жүлдегері. 3-ші нөмірлі император иесі Закеев Қасен ағамыз, Босаға ауылы. Жүлдесі 500.000 теңге ақшалай жүлде. 3-ші нөмірлі император Босаға. Екінші келген тұлпар 23-ші нөмірлі Айғасқа иесі Смайылов Бейімбет ағамыз, Бұқар Жырау ауданы, Қарақұдық ауылы. Жүлдесі 700.000 теңге ақшалай жүлде. Айғасқа, Қарақұдық, қошеметтеп отырыңыздар. Сонымен 12 шақырымдық топ бәйгеде бірінші келген 19-ші нөмірлі тұлпар Ариелка. Иесі жаңа ғана қара грантаны мініп кеткен жігіт. Есімі Құлманов Нұрсұлтан Бидайық ауылы. Жүлдесі 1 миллион теңге. $1 миллион теңге. Құтты болсын. Керемет көрініс. Құтты болсын. Алла қаласа Бидайықта бір тойдың болатыны сөзсіз енді. Алла амандығын берсе Бидайықта бір бәйгіне той болады енді, Алла қаласа. Дайындала беріңіздер. Құтты болсын, жарайсыңдар.
Шет ауданы Ортау ауылы жүлдесі 200 мың теңге. Кейкі, атақты Кейкі қол соғып қойыңыздар, қошеметтік қойыңыздар. Төртінші келген тұлпар 97-ші нөмірлі Кабирхан, иесі Серікқали Жолдығалиұлы, Шахан кенті, жүлдесі 400 мың теңге ақшалай жүлде. Серікқали ағамызға бір қол соғып қойыңыздар, Шахан кенті. Қаттырақ қошеметтеріңіз болсын. Бәрекелді. Жүлдеңіз құтты болсын Серікқали аға, сахнадан кетпеңіз, суретке түсеміз қазір. Үшінші келген 11-ші нөмірлі Керғылан, иесі Смайылов Бейімбет ағамыз, Бұқаржыда ауданы Қарақұдық ауылы, жүлдесі 700 мың теңге ақшалай жүлде. Үшінші келген Керғылан, жүлдесі 700 мың теңге. Қарақұдық ауылы, қошеметтік қойыңыздар. Екінші келген 26-шы нөмірлі тұлпар Тасқын, иесі Қасымов Жандос, Шет ауданы Қызылту ауылы, жүлдесі 1 миллион теңге ақшалай жүлде. 26-шы нөмірлі Тасқын, бапкері Ерболат, қол соғып қойыңыздар, қошеметтік қойыңыздар. 1 миллион теңге жүлдесі. Дайын ғой, машина дайын ғой. Сонымен 21 шақырымдық Аламан бәйгеде топ жарып бірінші келген 21-ші нөмірлі Көкшоқай, иесі Тергеубеков Тәңірберген, бапкері Миша Шабандоз Сабалақ, Бұқаржыда ауданы Тоғызқұдық ауылы, жүлдесі Жак G7 автокөлігі, қошеметтік қойыңыздар. Боран ағамыздың тұлпары Көкшоқай. Боран аға құтты болсын. Қошеметтік қойыңыздар. Мынау Өспен деген керемет қасиетті жер екен. Былтырғана осы Өспенмен құда болып еді. Міне Боран ағамыз биыл міне Өспен топырағынан судай жаңа мәшіне мініп отыр. Құтты болсын тағы да. Қошеметтік қойыңыздар. Бір ауыз айтып жүрейін, мынау құрметті Өспен ауылының тұрғындары, атсүйер қауым, мынау өздеріңіз білесіздер, биылғы мынау алтын құлан бәйгісімен тұспа-тұс федерацияның бәйгісі де ақылдаса келе осылай шешіп бірге өткізіп жатқан жайымыз бар. Соған міне ағаларымыздың демеушілігімен және қаланың әкімдігінің демеушілігімен автокөлік Жак G7 көлігімен. Кигіз үйге барып, астан тәм таттыңыздар, асқа барыңыздар кигіз үйге. Баршаңызға көп рахмет, Алла разы болсын. Намысы, нар талабы тауғылатқан, еліміз біліп түсетін қарғылаттан. Азат елдің әр күні мейрам болып, азаматы сөз нарығыматтан дейіз. Алла тағала разы болсын. Өспен азаматтар жасай берсін, бір қозақ қойыңыздар. Өспен ауылының азаматтарына бір қаттар қошемет болсын. Шапанды алсаңыз. Ал мына Аламан бәйгеде Жак автокөлігінің
жеңімпазын анықтадық. Ол біздің Алталашқа әйгілі Көкшоқайымызға бұйырды. Боран ағамызды шын жүректен құттықтаймыз. Өте жоғары деңгейде жарыс өтті. Барша атбегілерге жақсылық, осындай қуаныш әр шаңырақта бұйырсын. Осымен бүгін ал бүгінгі алтын құнанның жеңімпазы бұл біздің Мирас бауырымыз. Мирас, бәйге құтты болсын. Рахмет көп. Енді өзіңнің алғашқы темір тұлпарың ұтып жатқан, Енді бапкерлік мамандық бойынша бірінші машинамыз ұтып жатқан. Енді Мирасты мен кішкентай кезінен бастап танымын. Папалармен бәріміз осы аттың бір жетегінде жүрген кездер болған. Сол кезде кішкентай болып жүрген Мирасымыз бүгін мына бәйгілі болып автокөлік өтіп жатыр. Осындай ат жарату деңгейін осындайға өсірген, әкесіне қарап осындай тәлім тәрбие алып, әке жолын қуып жүрген бауырымызды бүгін осындай жүлдеден көргенімізге қуаныштымыз. Саған енді Мирас тек қана сәттілік. Рахмет аға. Енді бұл жетістік үлкен еңбектермен келген жетістік. Команданың жетістігі, балалардың еңбегі. Бұл жерде басты тренеріміз әкеміз ғой. Ең жол көрсетеріміз бәріміз әкеміз. Әкеміздің дайындығы бойынша жүреміз. Киім-кетігін бәрін айтып отырады. Жетістіктің бәрі әкеміздің арқасында ғой. Бұл жетістік. Дұрыс. Енді бәйгілі болып жүре беріңдер, Алла қаласа. Әмин. Үлкен бәйгілерден көрейік, осы арқаның атын шығарып, Алталашқа шығарып жүре беріңдер. Әмин, айтқаныңыз келсін. Андай автокөліктің әлі 10 шақтысын ұтуға Алла нәсіп етсін. Осымен құрметті ағайын, біздің бүгінгі түсірілімізді осылай керемет қылып тамамдайық. Видеоның соңында сіздерге не дейміз? Әрине каналға тіркеліп кетіңіздер, бізді қолдап қойыңыздар. Бүгінгі шығарылым ұнады деген ойдамыз. Өздеріңіздің пікірлеріңізді видеоның астына қалдырыңыздар. Аманшылықта жүздескенше сау болыңыздар.